Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін мен Қарағанды қаласы нөмір 74-ші орта мектебінің химия пәні мұғалімі Алибекова Гүлнара Асанбековна. Бүгінгі мен әдістемелік ұсынымның тақырыбы халықтық ем мен ұлттық құндылықтар арқылы химияны тану. Бұл авторлық жұмысының өзектілігі бұл қазіргі қоғамдағы даму кезеңінде болып жатқан әлеуметтік экономикалық медициналық және жаңа технологиялық өзгерістерден ұрпақ тәрбиесіндегі бетбұрыстардың білім мен тәрбие беру жүйелерінің бір сатыға көтеріп ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу керектігін түсіндіру. Жұмысымның мақсаты химия пәнін ұлттық педагогикалық элементтерімен кіріктіру және ұлттық педагогика элементтерін халықтық ем мақсатында қолдану. Жұмыстың міндеттеріне келетін болса, зерттеу міндеттері, оқыту нәтижелері және педагогикалық нәтиже. Жұмыстың жаңашылдығына келетін болсақ, бірінші бөлім бойынша айтатын болсақ, этнохимиялық ықпалдастыру. Бұнда халық медицинасында қолданатын өсімдіктер мен минералдардың құрамын және реакцияларын химиялық заңдылықтармен байланыстырудың жаңа бағытын түсіндіру. Теориялық өмірмен байланыстыратын болсақ, бұнда қышқылдар, тұздар, тотығы тозсану процестерін халықтық тәжірибе мысалдарымен түсіндіру. Екінші бөлімнің жаңашылдығына келетін болсақ, бұнда құндылықтарға негізделген білім, функционалдық сауаттылық және зерттеушілік оқыту және ғылыми сабақтастылыққа тоқталамыз. Негізгі авторлық жұмысымның негізгі құрылымы мен мазмұнына келетін болсақ, бұл 7 тараудан тұрады. Бірінші тарау химиялық ұлттық құндылықтарға бағыттау, екінші бізде судың педагогикалық және химиялық аспектілері, тазалау және сынау әдістері. Үшінші бөлім ас тұзы мен химиялық ас тұзы және оның қасиеттері, тұздардың химиясы, тұрмыстық және медициналық қолданылуы. Төртінші бөлім металдар мен қорытпаларды, яғни оның халықтық ұлттық батырлар жырында болсын, жұмбақтарда, кескен ертегілерде қолданатын химиялық элементтерге, химиялық ұғымдарға тоқталу. Келесі бөлім органикалық заттар мен және ұлттық дәстүр. Бұл жерде біз халық арасында майлардың түрлерін және басқа да талшықтар, көптеген органикалық өнімдерді талдаймыз, сол бойынша айтамыз. Жетінші бөлімге келетін болса, бұл жерде дәстүрлі медицинадағы дәстүрлі тәжірибелер сыны тұрғыдан бағалау және сабаққа енгізу жолдары қарастырылады. Қысқаша айтатын болса, мысалы, су ұлттық педагогика деген бөлімде мен мысалы бұл жерде Мағжан Жұмабаевтың суға қатысты көптеген педагогика еңбегінде айтылған ұғымдарына тоқталдым. Мысал үшін, баланы шомылдыру, сосын суға қатысты құндылықтарымыз өте көп. Мысалы, қолға су құю деген сияқты. Сол бойынша соларға көп тоқталдым. Бұл жерде оқушылардың судың қышқылдық негізгі қасиеттерін күнделікті мысалдар арқылы өлшеу тапсырмалары беріледі. Сабақта судың тазалығы, ерітінділер, катион, анион талдау және тазалау әдістері халықтық тазалау әдістерімен салыстырылып көрсетіледі. Мысалы, ас тұзы тарауына келетін болсақ, ол жерде бізді тұздың химиялық қасиеті мен дәрілік тұрмыстық қолданудың дифференциациясына тоқталамыз. Бұл жерде тұздың ерітіндісі электролиттік қасиеттері мен коррозия қасиеті көрсетіледі, және тағамда баянса емдік қасиеті және үй тазалау мақсатында қандай тұздың ерекшеліктері, қандай қасиеттері бар, сол жайлы айтып кетеміз. Металдар мен қорытпалар бөліміне келетін болсақ, бұл жерде біз металдардың қасиеті, тотығу тұтану реакциялары, коррозия және металдардың қолдануын халықтық тұрмыста айта кетіп, біздің халқымыздағы батырлар жырындағы батырлардың киген киімдері, қолдарына ұстаған құралдардың барлығын осы металдардан және оның құймаларынан жасалынғанын айта кетіп, батырлар жырындағы тақпақтарға, өлең жолдарына және жұмбақтарға тоқтала кетеміз. Бұл жерде балалар өздері эссе құрастырады, балалар өздері сабақта жаңағыдай ертегі құрастыра алады, осы батырлар жұмбақтарды келтіре отырып. Енді бұл химияны ұлттық бағытқа беру үшін оқушының химиялық зерттесін қалыптастырамыз. Бұл жерде біз балаларды ғылыми жұмысқа бағыттай аламыз. Яғни олар жоба жұмысын қорғайды, өздері мысалы сабынын ұлттық әдіспен алу, халықтық емі бойынша сондай сияқты тапсырмалар болады. Мысалы, балаларға алдарына осындай карточкалар таратып, сабақ барысында енді осындай енді қазіргі заманда АИ технологиясы дамыған, осындай АИ-мен жасалған осындай
тапсырмалар беріп, жаңағыда бұл жерде судың химиялық табиғаты, судың ұлттық педагогикадағы орны, суға байланысты дәстүрлер, жаңағы айтып кеткендей мағжан жұмабаевтың еңбегіндегі су сияқты бұл жерде тапсырмалар беріледі. Енді ас тұзына да осындай тапсырмалар беріледі. Тапсырманың әртүрлі түрлері беріледі бұл жұмыста. Мәтінмен жұмыстар болады, пиза форматындағы тапсырмалар болады, шығармашылық жұмыстар болады, яғни эссе құрастыру. Сосын бұл жерде дебаттық ойындарды кірістірдім мен, мысалы құндылыққа бағытталған тұз пайдалы ма әлде зиян ба деген сияқты осындай әртүрлі тапсырмалар беріледі. Мысалы мәтінмен жұмыста судың химиялық қасиетін айта отырып, оны медицинадағы қолданылуы мен физикалық қасиеттері айтылады. Келесі металдардың қорытпаларында бұл жерде мен мысал ретінде тайқазанды алып отырмын. Тайқазандағы барлық элементтерді кірістіре кетіріп, және оның әр элементтің қандай мағынасы бар сол жайды, мысалы темір төзімділік, сүйіспеншілік, еңбек сүйгіш деген сияқты әр элементтің өзінің мағынасына тоқтала кетеміз. Және бұл жерде әртүрлі тоже тапсырмалар беріледі. Мысалы тайқазанның химиялық құрамы я жоқ деген сияқты тапсырма. Енді мен тапсырмалар өте көп, әр бөлімде бірнеше тапсырма беріледі. Мен енді мына жерде бір-екі мысалдан ғана алып отырмын. Мынау мысалы жаңағындай я жоқ дегенге арналған тапсырма болатын. Енді бейметалдар тарауына келетін болса, келесі 5-ші тарау менде бейметалдар тарауы болды. Бұл жерде де мысалы күкірттің емдік қасиеттері, бактерияларға қарсы, дәрі-дәрмектердегі жаңағы элементарно құлақтың ішіндегі болатын күкірт, яғни ол құлақты қандай қасиет береді, ол құлақты неден қорғайды, ол не үшін қажет. Бұл жерде тазалау гигиенасына да тоқталып кетуге болады. Йодқа да тоқталған кезде де бейметалды, мен бұл жерде йод, көмір және күкіртті ерекше бөліп алып отырмын. Йодтың да өте көп емдік қасиеттері бар, және бұл жерде айта кету керек, йодты кез келген адамға пайдалануға беруге болмайды. Йодтың жаңағы қасиетін айта кетеміз. Енді бұл жерде әрі қарай Аппақ Байжановтікін, Ашутастың емдік қасиеті, сосын талшықтар, сабынның дайындалуы, бұл жерде көбісі жаңағыдай балалардың зерттеу несіне арналған. Сосын сабақта жаңағыдай домбыра әдісі, кигізу әдістері қолданылған. Енді қорытындыға келетін болса, халықтық тәжірибедегі химияны өмірмен байланыстыру, салауатты өмір салтын ұстану, емді ұлттық құндылықта пайдалану, туған жердің байлығына құрметтеу. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса.